Келіңіздер, кеше Стуланталы, мен азыр алдыңызға чакыра турган жигитибиз Жорулор тобунда мен бір Жапар деген досым бар. Бұл баягыны чыгып алып, анекдоттарын тияқта маңа айтып бергенде өле күлгөм да. Ана бияққа чыгып алып айта берди, ешкім күлбей койду да. Анан кайра мен жака кирип дагы, ешкім күлбей койду го деди. Мен айттым, сен Таластын акцентинде чыгып алып ойнот да. Мында болсо мындай болуп атырбы да, мындай болуп калып атыр. Дедили түшүнгөн жок. Ана мен айттым, андай кылып ойнобой сен ошол жактан электен мындай болуп калган экен, мен жактан мындай болуп калыптыр деп айтканың да. Десем, эртеси ошентип ойноду эле, эл аябай кол чабып күтүп алды. Дал ушундай кол чабуулар менен күтүп аласыздар деген терең ишенич менен алдыңызда да Жорулор тобунан Таластан келген биздин коногубуз Жапар Төре кол чабуулар менен келиңиздер. Жапар. Жапар Төре. Рахмат. Ой, тежелер, мен түпші ұрашудан. Бүрек оқшаштырып таппай атады да. Немеге, о кирпичный бар ғой. Ошақта жана самогон жасап сатқандар оқшаш бекен. Жоқ, досым, деме. Кешегі мұрдағы күндерге қарағанда үйреніп қалдым уже. Қиыла үйреніп қалдым. Қиыла да, Biraz емес қиыла үйреніп қалдым. Күрішті ашты, шашпай жеп. Сахары жоқ чай ішіп үйреніп қалдым. Сахары бәйт, шәкәрі жоқ чай ішіп. Жапар Төре кол чабууларына келиңиздер. Рахмат. 3000 жылдық тарихы бар Ордолу Ошко, Таластан жалынды ысык салам. Рахмат, құш келіпсіздер. Жақты Ош шары. Мейман дос елкен. Аябай елі мақтағым келіп отады. Түсін отсыздар, уақыт аябай тарқиды. Тадың деген түшке кіріп отады. Мынакей майрамдан баштайлы. Бүгін қарасам ешкім айтқан жоқ, но мырзаларды майрамменен құттықтаймын. Залда отырған айымдар, шу мырзалар бір сүйініп қалсын, майрамменен құттықтап бір 10 секунд көптік қылбас, бір қол шайқыңыздаршы. Мырзалар, майрамдар менен! Рахмат, бол, жетет. Бол, жетет. Негізі мырзаларға бол, ұшыл жетет бол. О, белектің дағы қажеті жоқ, а? Белектелі сұра ойды ма? Бол, сол бол. Бірақ, неме мырзалар 23 бүтті бол. Бүгін жеңелермен бір сұраныч, кеше майрамдашты да, бүгін дағы ішіп алдың бы деп қойыңыздар, бір 3 атайын бүтті бол. Анан бірақ, қаниетчіл болады, мырзалар, ұшуға дағы разы олып қалышады ғой. Қаниетчіл да. Қаниетчіл десе есіме түшке тұтып. Бір ағауыз, ертеменен ерте тұрып өзендің жегінде, судың, ақпұра. Ден отын жарып келейін деп, балтасын алып, отын жар отса, балтасы суға түшіп кеттір да. Десе, дайкөз елі отады дейді. Түшінбай жатсыздар еме? Ака. Жоқ, үшін пөзім күлбейді кестірі. Ака өзі елі отады, не oldu десе, супер шығылы, акам, не oldu десе, балтам суға кеттім, бала чаққа қандай олады үшейді десе, ака, елі оңыз, мен балтаңызды алып шығып берем деп, суға шоқып кеттір, судан алтын балта алып шығып тұрып. Ака, шұл ба, балтаңыз шұл ба десе, ака өзі мені айтып тұр, жоқ, бұл емес дептір. Қаниетчілді қараңыздаршы, орында жеңі болғанда не демек? Ал олмаға. Десе, қайра шоқып керіп, күміш балта алып шығып, ака, шұл ба десе, жоқ дептір. Десе, мейл азыр алып көпті, өзінің кіріп тұр, баяғы дат басып қалған. Зак. Зак басып қалған балтасын алып шығып, ұшыл бұ десе, ақауыз, ұшыл десе, су пересі таң қалып, аябай, мен саған разы болдым, мұндай кіші көрген емеспін деп, алтын күміш, баяғы өзінің зак басып қалған балтасын қошып, белек қылып беріп жүріпті. Үйге келіп жеңеуіз қайтады, ұшындай болды, су пересі шығып, 3 балтаны берді десе, жеңеуіз алтын күмішті көргенде сүйінет қа, деп соны сүйініп қалып, бірақ ошоғыдағы разы болбай, жеңеуіз. Ертеңгі күн, ерте. Сар тұрып барып, судың жегінде тұрады дейді. Дағы су пересі шығып қалса, бір нәрсе сұрайын деп отқан шығар да. Ананың ба ұйқысы қанбай қалған, жеңеуіз өзі суға чөп кеттір. Десе, рахмат, қол шапаңызда уақыт кетеді. Dese, su perisi
Бай акабыз келіп дағы иліп атат дейді десе, супер іші қой, акам не иліп атасыз? Кечеле нормально кеттіңіз еле қойдыса. Қаяқтан иліп ой, мен сен шықпай иліп қойсаң болмау екен. Қатын кетті, не ол жақсы oldu? Десе, ака иліп алыңыз, мен алып шығып берем. Деп суға шұңқып кіріп берді, судан Дженнифер Лопес деген американ актрисасы бар ғой. Танисыздар ғой? Ошоны алып шығып тұр акабызға. Ака, ушул бұл десе, акабыз ушул деп тұр ғой. Қанiyetçil да. Анан мырзалар, акалар мына бүт майрам бүт эми Кудай буйрса 8 март Бателе келип калат. Турабы? Мен быйыл бир аябай табам канып атат. 8 март быйыл орозо ке. Жаман болосуздар да биринчи. Орозого түшкеле калдык да биринчи. Анан о 8 мартты ким ойлоп тапкан десе, Клара Цеткин ойлоп тапкан, баарыбыз жакшы ойлойбуз. Анан мен аябай таң калдым да, 8-де баарыбыз майрамдайбыз го. Неге 8-де коюп койгон дейм, 9-на же 7-сине коюп койбой. Мен майрам күнү коюп коюптур де. 8 майрам күнү коюп коюптур де, таң калыштуу ошого. Анан мырзаларга мен сонун сөз айтайын, эми белек беребиз го. Эми жаштар берет, жаштар гүл берет, сонун духилерди берет. Но мен курактуу менен өйдөлөр эми подарка бергенден да калдык го. Былтыр кызык болду, былтыр. 1 март келип калды. Белек берейин десем жаскамал же той жок, же концерт жок, эмне кыларын билбей. Анан бир сонун сөз ойлонуп таптым. Акалар жакшылап оңуңуздар, Могу залда байке ака жолдошун алып келген айымдар барбы? Кол көтөрүп коңуздарчы. Барбы? 1, 2, 3, 4 экен, Калганыңыздар эмне ошондо башка эле бирөө менен? Анда алып келбештер, 4. Сонун сөз үйрөтөм, байке, угуп алсаңыздар, колдонуңуздар. 1 марттан баштап айта бериңиздер. Жана мен келинчегим Жылдызды тааныбайсыздар деп коем, каяктан тааныйсыздар? Мен келинчегим аябай толук да. Эми толук, семиз. Аябай толук. Эми аман болсун деңиздерчи эми. Аябай семиз да. Анан былтыр 1 марттан баштап эле сонун сөз. Мынтип айттым, аял киши негизи баягы кулак менен сүйөт деп коет го. Негизи аял затына бир жылуу, жакшы внимание же жылуу сөз эле жакшы экен да. Былтыр ушинтип баштап көрдүм өзүм. Келинчегиме барып эле, сен күндөн күнгө арыктап баратсың. Ой жыргат. Күнүгө айта берем, 2 март, 3 анткен белек чок болот да. Күнүгө айта берсем, влиять этет экен. Өзү билип атат арыктап атпаганын. Жочун, мен деле билип атам. Бирок негедир 6-7 марттарда карасам, мурунку эски тарrak көйнөктөрүн кийип, ичин тартып базып, ушинтип калат экен да. Караңыздарчы, жылуу сөз деген кандай жакшы. Анан диета карбайм деп аябай аракет кылды. Болбой. Могу чакчам кетти. Анан келинчегиң болгондон кийин эме жакшы толук семиздин жакшы дагы жаман жактары бар экен. Жакшы жактарын аябай жаккан жери мага ошо кысканбайт экенсиң. Семиз кишини ошо адам карабайт турбайбы? Тойго отуруштарга ээрчитип барам, эч ким карабайт. Өзүм ичип жочуруп кетем. Ошол жери жакта да. Бирок сен ана келинчең болгондой, балдардын апасы болгондой бооруң ачыйт экен. Издеп жүрүп интернеттен таап алдым. Орустар ойлоп таапыптыр, диета на коню деп коет экен да. Ат миниш керек экен, ат. Келинчең ничего жыл ат алып бердим. 2 айдай минди, арыктады. Аябай шылынып, мындай болуп, аябай арыктады да. Эме дагы түшүнбөй жатсыздар, Аял эмес, ат арыктады, ат! Болду, жаппаңыздар, убактым алып атсыздар, убактым. Күлүп эле коюңуздарчы болду колчоп. Ажа тытың дейт азыр. Ошодон кийин ат такыр семирген жок. Келинчегим ошо-мошо калды. Анан эми таластык тез эле мынтип ойлойсуздар, бизди башка областар талас, аябай мактанчак болот таластыктар дейт. Баары эле ушинтишет го. Мен чыкканда эле ойлодуңуздар, бул азыр мактанат, мактанбайм. Такыр. Мактанган жокмун, Мисалы үчүн мен кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган, манас чыккан таластан деп айттымбы мен? Жок, айттымбы? Айткан жокмун. Аны эмне кереги бар айтып тура? Аны элдин баары эле билет аны. Айтсам мактанган деп болуп калбайм тура? Же болбосо алтын калемдин ээси Чыңгыз чыккан таластан деп айттымбы мен?
Айтпайм, айтқан жоқ, айтпайм. Не керек бар? Не керек бар, тұра? Айтайын мен. Болбосо Дузотко ошончо Советтер Союзунун армиясынан жалгыз немистерге каршы Дузотко төшүн тоскон чолпонбай чыккан таластан деп айттымбы мен? Жок, айттымбы? Айтпайм мен ошо, мен мактанбайм мен. Болду, рахмат, убакыт. Айтпайм, мен айтсам бүгүн Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген, маданиятта эмгек сиңирген ишмер, устатым, агайым Рахман Разыковду айтам. Эми кол чапсаңыздар болот. Кете берсин убакыт, эчтек албай. Мынакей канча деген барыңыздар жакшы билесиздер, сыйлап келдиңиздер, силерге ыраазычылык билдиребиз. Канча деген сатира жазды, артында канча деген шакирттер. Опа, айткам, мен айткам, кол чапаңыздар деп айткам ушунда. Анан бүгүн эми конкурс башкача экен, жюрилер калыстар жога, сиздер добуш берет экенсиздер. Анан мен дагы өзүмдүн тыдык дегенен 1 мүнөт бар да, мен байкоочум бар да, өзүм ишеничтүү өкүлүм, анан сурап атам, 3 күндөн бери бирөө жарымды көрдүңбү Жапар төрөгө деп петишкасы коюп салынып аткан десем, көргөн жокмун дейт вообще. Нөл. Анан көбүнчө кимге салышып атат десем, бардык жерде бар, мен жакшы түшүнөм. Өзүнүн бала алсын деп салышып атыптыр да. Ошондо мен детомскимин мен ошондо. Анан ойлоп атам, мен жана ишенич, мен эчтеке эмес, ишеничтүү өкүлүм жалке. Санашат да, кайта бир голос, берчи бир калпак берчи. Бекер эмес, бир аксакал бар, бирөөгө берип койчу, жакын жерде отурган. Ата, каякта жүр? Меңиз, ата, меңиз, бир голос, мо калпак тактаңыз. Бирөө жетет, бир голос. Мен машина башпайген алам деген вообще арам оюм жок. Ана ата бат. Men suyunsam gelesin, kucaktaşıp suyunçumdu veresin. Caralarım men kıynalsam gelesin, başım olup dursa da boza uyup veresin. Nima ata? Байге албай калсам сизден көрөм мен. Анан неме досум, убакыт албайм мен, туура түшүнөм. Бул конкурстан сырткары? Сырткары бул. Сен менен болобу? Бир убакыт бербечи пожалуйста. Макул. Тутук деген жаман. Эми бүгүн фестивалды уюштуруп атат. Мен Тынар негизи досум болот. Бешиликтен бери чогуу жүрөбүз. Анан досум сага берчи. 3 күндөн бери көрүп атам, эч ким сага досум внимание кылган жок да. Анан эми фестиваль өтүп атсың, Алла разы болсун, агайыбыздын арбагы разы болсун. Анан тойго барсаң, ашка барсаң деле кур барбайсың го. Башың кут болсун деп атайын таластан алып келдим досум. Жапар төрө колчолор менен. Рахмат. Добуштуга албай калдым, мен калпак кийгиздин досумун да. Бирдеке бере. Жапар төрө колчолор менен, рахмат. Калпак ким кийди бияктан? Келип калсын деп сиз кийгизбей билеңиз аба, Өлдү го, эмне кыламыз сен? Концерттен чайпай кылың үйгө дебирсе. Болгону бир гана күн 10 майда спорт ордосунда кыргыз сатирасында өзүнүн чоң орду бар кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучулар союзунун мүчөсү Рахман Разыковдун 70 жылдык юбилейине арналган Куудулдар сынагы. Катышуучулар Ильяс Маналиев, Алтынбек Ажалиев, Болсунбек Стакиев, Эсенбек Кыдыршаев, Назира Жетегенова, Талант Гуламов, Гүлжайна Атаканова, Кожо, Жапар Төрө, Нурхат Доктурбеков, Ильяс Крутой, Эльмурат Биталипов, Мирлан Аблечев, Насият Бекамбаев, Канат Мадымаев. Сынактын алып баруучулары Тынар Курбаналиев, Каныбек Разыков. Билеттин баасы 1000 сом. Сурап берүү телефону 0706 213 630. Рахман Разыков агайыбыздын ушундай жаркын эле салынган Куудулдар сынагына кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Алып